Қайырлы күн, Ирем Шымкент инста парақшасының оқырмандары, қыз-келіншектер. Бүгінгі күннің тақырыбы биыл бала көтерудің 10 тәсілі. Биыл бала көтерудің 10 тәсілі неге бұл тақырыпты алған себебіміз? Өйткені бізге жекеге, дайректке көп сұрақтар қойып жатыр. Қалай тексерілсе екен, қалай тез бала көтерсе екен. Және де бұл мәселе барлық қыз-келіншектерді, барлық жұптарды мазалап жүрген мәселенің бірі. Және де ол айтатын болсақ, неге кейбір әйелдер осы тез көтерсе бала, кейбіреулер бір қиындықпен сол жолға жетеді. Кейбіреулер осы қазіргі заманғы әйелдердің, қыз-келіншектердің қандай ұстанымдары бар және қандай нәрсеге көп назар аударатыны туралы сөйлесеміз. Және де осы заманауи репродуктивті медицина орталықтары сіздерге біз қандай әдіс ұсына аламыз және де осы әдістің қайсысын таңдаған жөн туралы айта кетсек. Биыл бала көтерудің 10 тәсіліне тоқтайтын болсақ, ол ең біріншісі, қазір мен атап өтем, одан кейін ары қарай тоқталамыз. Ол бірінші табиғи жолмен ұрықтандыру. Табиғи жолмен ұрықтандыру дегеніміз, ол сіз қалыпты жағдайда жолдасыңызбен некеде 12 ай көлемінде, немесе 1 жыл көлемінде ешбір қорғанышсыз жыныстық қатынаста болған жағдайда және де өздігіне жүктілік болмаған жағдайда, мысалы бедеу неке деп қарастыратын болсақ, осы жүктіліктің болған кезін, немесе жүктіліктің осы өздігінен көтеру, осы 1 жылдың ішінде ол өздігінен табиғи жолмен ұрықтандыру, табиғи жолмен сіздің жүкті болуы дейді. Екіншісі, ол гормоналық жағдай түзету, немесе жұқпаларды емдеу. Үшінші ол тәсілі, ол лапароскопия. Лапароскопия де ол алтын стандарт. Үшінші және де төртінші тәсілі овуляцияны стимуляциялау. Бесіншісі жатырішілік инсеминацияны қарастырамыз. Алтыншысы донор шәуетімен инсеминация. Эко бағдарламасы жайлы. ИКСИ бағдарламасы 8-ші орында. Және де 9-ші орында донордың аналық жасушасымен жасалатын эко бағдарламасы. Ал 10-шы ең соңғы дейді, мысалы бір тоқталып шектелетініміз келетін, ол суррогат ана арқылы осы жүкті болу, бала сүю, осы бағытқа бөліну. Ал енді бірінші тәсілді айтып кеттік, ол табиғи жолмен ұрықтану. Сіз қалыпты жағдайда өз жолдасыңызбен осы өмір сүру барысында өздігінен ешбір кедергісіз жүктіліктің болуы. Екінші тәсіл гормоналдық жағдайды түзету және жұқпаларды емдеу. 1 жылдың ішінде 1 жылдан асты сіз өмір сүресіз, ал жүктілік жоқ. Ең бірінші тексерісті ең оңай жолдан бастау керек, ең жеңіл жолдар. Ол қыз-келіншектер үшін ол гормоналдық статус дейді, ол гормондарын тексеру және де жыныстық жолдармен берілетін инфекцияларға емделу және де соны тексеру. Осыған орай тағы да қоса кететін ең бір жеңіл жол, тек қана осы проблеманы, мәселені бір жақты ғана іздемей, ол жолдасыңыздың спермограмма тапсыру, спермограмманың көлемін, санын, қозғалғыштығын және де иммунологиялық жағдайын қарастыру. Осының бәрін қарастырдық, ешқандай гормоналдық кедергі жоқ, барлық гормондарыңыз қалыпты, етеккіріңіз қалыпты, және де овуляция бар, бірақ та жүктілік жоқ дедік. Ол біз келесі сатыға көшеміз, келесі тексеріске көшеміз, ол лапароскопия. Лапароскопиядан бұрын біз айтуымыз керек, біз жатыр түтікшесінің мәселесін де қарастыруымыз керек. Біз не себептен? Тек қана барлық жүкті болмауы, ол гормонға, жұқпаларға және де ол сіздің мысалы бір дайындыққа эмоционалдық байланысты емес, мүмкін барлық мәселе жатыр түтікшесінде де болуы мүмкін. Жатыр түтікшесінің өткізгіштігінің бұзылуы, немесе жатыр түтікшесінің қандай да бір қабыну үрдісіне ұшырауына байланысты. Ол не себептен ұшырайды? Осы уақытқа дейін мүмкін жатыр қуысының қырында алған жағдай болса, түсік тастаған жағдай болса, немесе сол қарапайым, мысалы, кейбіреулерінде айтып жатады, аппендицит операциясы, аппендэктомия болған жағдайда, ол біздің іш қуысының стерильдігінің бұзылуына байланысты жатыр денесі, жатыр түтікшелері және де аналық бездері осындай бір спайкалық үрдіске қатысуы, бір-біріне жабыс қалуы, немесе мысалы кедергі осы спайка болуы мүмкін. Сол кезде мысалы рентген түтікшелерін түсіруді біз ұсынуымыз мүмкінбіз. Не себептен? Өйткені жатыр түтікшесінің өткізгіштігіне толықтай көз жеткізу үшін.
бұл біз барлығы айтып отқан бұл себебін анықтау арқылы жүктілікке жүктілікке қол жеткізу жолындағы бұл тексерістер. Рентген жасадық, жатыр түтікшелеріңіз көп рентгенде айтылып жатады, кездесіп жатады. Өтімділігі мысалы төмендеген, немесе мүлдем өтпейді деп жатады, немесе жатыр түтікшесі өтеді жақсы дейді. Бірақ та ол жазылғанымен біз репродуктологтар біз өзіміз қараймыз, сіздер бізге суретін алып келсеңіз, суретін қараймыз. Және де бізге мысалы жатыр түтікшесі бөлімшесінде мысалы кеңейгені, немесе сұйықтықтың іш қуысына түскені ұнамаған жағдайда, немесе көрсеткіш бар жағдайда біз уже келесі үшінші осы тәсілі лапароскопияға жібереміз. Лапароскопия не үшін? Ол реконструктивті жұмыстар жүргізу үшін, және де толығымен көз жеткізу үшін жатыр түтікшелерінің жағдайына, аналық бездің жағдайына, және де жатырдың өзінің жағдайына. Лапароскопия тек қана жатыр түтікшесіне байланысты жағдайда ғана емес. Біз ұсынатын мысалы УЗИден мысалы киста көрсек, немесе миома түзілістерін көретін болсақ, полиптік түзілістер көретін болсақ, бірде-бір алтын стандарт ретінде гистероскопия және лапароскопияға жібереміз. Осының барын өттік дерлік, жатыр түтікшесі өтеді деп сіз бізге мысалы шығарылым алып келдіңіз, ұйғарым алып келдіңіз, ары қарай не істейміз? Ары қарай біз айтамыз, ол төртінші тәсіл овуляцияны стимуляциялау. Сізде овуляция болмаған жағдайда біз аналық безді ынталандыру арқылы біз овуляцияны шақырамыз. Овуляцияны мысалы қандай жағдайда шақырылады, және де сіз ол үшін не істеуіңіз керек? УЗИ фолликулометрия өтуіңіз керек. Етеккір циклының 3-4 күні бір қараймыз. Ол кезде сіздің аналық безіңізді қараймыз, және де эндометрий қалыңдығын. Және де етеккір циклының 7-ші тәулігінде біз көз жеткіземіз, фолликулдарының біркелкі өсіп жатқанына, немесе де бір алға озып шыққан фолликул бар ма екен. Осы фолликулды көріп алғаннан кейін біз сізді 11-ші күні, 14-ші күні, 16-ші күні аралығында осы овуляцияны бақылау үшін көруге шақыруымыз мүмкінбіз. Болмаған жағдайда біз келесі циклда овуляцияны стимуляция жасаймыз. Ол овуляцияны стимуляция жасау арқылы ол сізге жоспарланған түрде мысалы айтуымыз мүмкін. Сіз жолдасыңызбен қосылуыңыз керек деп айтуыңыз, немесе ол келесі сатыға өтіп кету үшін, мысалы осы келесі тәсілге өту үшін инсеминацияға дайындауымыз мүмкінбіз. Ол 5-ші тәсілге, осы 4-ші тәсіл арқылы біз овуляцияны стимуляция арқылы, ынталандыру арқылы біз 5-ші тәсіл жатырішілік инсеминацияға өтуіміз мүмкінбіз. Жатырішілік инсеминацияны біз осы көзіміз барлық жеткен кезде жатыр түтікшелер өтеді. Әйел жағынан ешқандай бір қателік жоқ, ешқандай мәселе жоқ дегенде, ал ер адам жақтан мысалы спермограммасы жақсы болған жағдайда, немесе спермограмманың көрсеткіштері сәл төмендеген жағдайда осы жатырішілік инсеминация жасаймыз. Ол жатырішілік инсеминация тек қана спермограммамен жатыр түтікшесі ғана емес, көрсеткіш ретінде оған мысалы бірде-бір көрсеткіш, ол әйел ағзасындағы мысалы жатыр мойнының цервикальды канал дейді, сол цервикальды каналда бір сұйықтықтың мысалы сперматозоидтарға осы кері әсер болуына байланысты сперматозоидтардың толығымен осы аналық жасушаға жете алмау, кездесе алмау кесірі болуы мүмкін. Осы кезде жатырішілік инсеминация жасаймыз. Ары қарай кеттік, жатырішілік инсеминация жасадық, жүктілік болмаған жағдай деп қарастырамыз. Одан кейінгі бізде мысалы айттық қой, басында спермограмманы тексердік, уролог, андрологқа бардық. Осы күйеуіне мысалы жолдасына қойылуы мүмкін, сперматозоидтың көрсеткіштері мүлде жоқ болуы мүмкін, немесе төмендігіне байланысты, немесе басқа да бір себептерге байланысты біз 6-шы тәсілге жүгінуіміз мүмкін. Ол донордың шәуетімен инсеминация, немесе донорлық сперматозоидпен инсеминация жасау. Бұл 6-шы тәсіл. Ол да тек қана көрсеткіштермен ғана.
Одан кейін осы инсеминация жасадық. Жалпы осы бедеулікті емдеу барысында, сізді бақылау барысында біз инсеминацияны 3 ретке дейін, 3 циклға дейін жасай аламыз. 3 циклда ешқандай бір нәтиже берілмеген жағдайда, әрине сіздің уақытыңызды құртпау үшін, сіздің жалпы финансылық жағдайыңызға да қараймыз, мысалы, сіздің эмоционалдық жайыңызға да қараймыз. Болмаған жағдайда біз 7-ші тәсілге ауысамыз, ол эко бағдарламасы. Эко бағдарламасына жүгінеміз. Эко бағдарламасы дегеніміз, ол сіз экоға кірмес бұрын, экоға бармас бұрын, сіз барлық анализдерді тапсырасыздар. Мен анализдерде отырған, мен өзім жақсы көретін айтатын, қыз-келіншектерге 18 позиция бойынша, ер адамдарға 6 позиция бойынша. Біз 18 позиция арқылы біз сіздерді жан-жақты қарастырамыз. Ешқандай инфекция жоқ па, гормоналдық жағдайыңыз қандай, жалпы қан анализдеріңіз, жалпы клиникалық, осы клиника лабораториялық, осы диагностика деді, солардың жалпы барлығы жақсы ма, және де өкпе, бауыр, бүйрек барлығын УЗИ-ға түсіру арқылы көзіміз жеткен кезде сіздің денсаулығыңыз бар, жүкті бола аласыз, және де ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ деп терапевттің ұйғарымы алған кезде біз эко бағдарламасына кіреміз. Бұл эко бағдарламасы сатына тоқтайтын болсақ, бірінші саты жаңағы дайындық кезеңін сіздерді тексеріп зерттедік. Екінші, ол қайтаран суперовуляция дейді, ол ынталандыру, сіздің аналық безіңіздегі фолликулдарын біз тағайындаған дәрі арқылы өсіру, ынталандыру, және де осы өсіре отыра УЗИ мониторинг арқылы 3-4 күн сайын сізбен кездесіп отыру, сіздің аналық безіңіз, фолликуларыңыздың жауабын бақылау. Және де қалыпты жағдайда, мысалы, сіздің аналық безіңіздегі фолликулдардың өлшемі 18-20 мм-ге жеткен жағдайда сізді пункцияға дайындау, пункцияға дейін 36 сағат бұрын сізге триггер овуляция дейді, соңғы шешуші осы дәріні тағайындау, және де пункцияға бару. Пункция күні қыз-келіншекті біз пункцияға алғанымен, ер адамдары сперма өткізеді, сперманы ұрықтандыру үшін, соны ер адам өткізген ұрықты, және де осы пункциядан алған аналық жасушаларды ұрықтандыру арқылы біз эмбрион бірінші тәулікте бағалаймыз, бөлінуін, бөлшектенуін, және 5 тәулікке дейін күтеміз. Біздің клиникада осы, мысалы, эмбриологиямыз жақсы дамығанына байланысты, жақсы жұмыстарына байланысты, жетістіктеріне байланысты біз 5-ші тәулікте жатыр қуысы енгізуді ойластырамыз, немесе 5-ші тәулікте жатыр денесі эндометрий дайын емес болған жағдайда уже криоконсервацияны ойластыруымыз мүмкін біз. Ары қарай осы эко бағдарламасынан ішіне 8-ші сатында кіргізілген XI бағдарламасы деген, ол XI бағдарламасы осы эко бағдарламасының бір әдісі болып табылады. Және де келесі тоқталатын болсақ, ол мысалы барлықсыз 8 сатыдан өттіңіз, 8 сатыдан өтіп ешқандай нәтижеге қол жеткізбедіңіз, мысалы жүкті болмадыңыз дейік. Ары қарай ол сіздің мәселеңізді шешу жолдарын қайтарып іздейміз. Сол 9-ші мәселеге тоқталуымыз мүмкінбіз. 9-ші мәселе саты дейді, немесе тәсіл дейді, донордың аналық жасушасымен жасалатын эко бағдарламасы. Ол кімге қарастырылған? Жасыңыз 40-тан асқан жағдай болса, немесе жас кезіңізге, мысалы, жасыңызға байланысты, бір гормоналдық бұзылыстарға байланысты, сізде аналық без қорының төмендеуіне байланысты АМГ гормонының, антимюллеров гормон дейді, осы қорға жауап берді, төмендеуіне, ФСГ гормонының жоғарылауына байланысты сізде ешқандай бір аналық жасушасын алу мүмкіндігі болмаған жағдайда біз осы донорлық аналық жасушасын қолдану арқылы эко жасаймыз. Оған көрсеткіштер кім донор бола алады деп айтатын болсаңыз, ол 18 жас пен 35 жас аралығындағы қыз-келіншектер, мысалы, сау бір баласы бар қыз-келіншек сізге донор бола алады. Одан кейін тағы да біз 10-ші тәсіл қарастырамыз. 10-ші тәсіл ол суррогатты ана арқылы жүкті болу дейді. Ол сіздің аналық жасушаларыңызды алу арқылы сіздің жолдасыңыздың сперматозоидын ұрықтандырып, эмбрион пайда болған кезде сіздің жатыр қуысыңызға отырғыза алмайтын жағдай болған кезде, оған қарсы көрсеткіштер болған жағдайда осы суррогатты ана арқылы біз эко бағдарламасын жүргізу мүмкінбіз. Енді осының арасына қыз-келіншектер өздеріңізге бар тәсілді тапсаңыздар, барлық 10 тәсілді өтпей арасында сізге бір тоқталатын тәсіл болатын болса, әрине таңдап, ойланып, бізге осы жаққа репродуктивті медицина орталығына, репродуктологтарға кеңеске келсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.